Биылғы оқу жылында білім беру нысандарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар туралы мектептер алдын ала біліп, оқушылары қабылдауға дайындала алды. Рейдер мектептерінің санитарлық қауіпсіздігін 2 оқу аптасы өтіп, мониторингтік топ тексерді. Өткен жылы білім мекемелеріндегі оқу форматы елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты өзгерген. Көптеген оқушылар қашықтықтан оқыса, бір бөлігі аралас, ал кейбірі кезекші сыныптарға барды. Жаңа оқу жылы қарсаңында эпидахуал оқуды күндізгі режимде бастауға мүмкіндік берді. Бірақ бір шартпен, санитарлық эпидемиологиялық шараларды қатаң орындаумен. Особое внимание уделяется в данном моменте. Айрықша назар біздің мектептегі санитарлық талаптарды, яғни әлеуметтік қашықтықты, сыныптардың дезинфекциясын, оқушылардың бір-бірімен қатынауын азайтуға бөлінуде. Также еще особое внимание уделяется соблюдению ступенчатого расписания, чтобы не было столкновения между детьми, чтобы минимизировать контакт детей. Санитарлық қызметтердің талаптары бойынша биылғы оқу жылында мектептердің жұмыстарының шарттарының бірі педагогтар мен техникалық персоналдың вакцинациясы болып саналады. Және де мектепке кіргенде ашық қосымшасын індет жұқтырғандарды, вакцина салмағандарды және байланыста болғандарды ұстаздардың, персоналдың және ата-аналардың арасынан анықтау мақсатында пайдалану. Біздің мектептің барлық жұмыскерлері 72 жұмыскер жұмыс жасайды. Оның ішінде 42 педагогикалық мамандар, барлығы вакцина салдырды, барлығында екпе туралы паспорттары бар, 25 техникалық қызметкер, олардың барлығы да вакцинадан өтті. Қазіргі уақытта біз оқушылардың ата-аналарымен жұмыс жасап жатырмыз. Ата-аналарды вакцина салдыруға шақыруға әртүрлі жарнамалар, әртүрлі видео бейнероликтер жасалып жатыр. Оның барлығы біздің оқушыларымызды денсаулығын сақтаудың бірден-бір жолы деп ойлаймыз. Жалғасып жатқан шектеу шаралары жағдайында оқу процесін әлеуметтік қашықтық сақталуымен, жұмыс тәртібін, ауысымдылық, мектептің жобалық ауқымдығына және оқушылардың санына қарай алдын ала анықтап ұйымдастыру маңызды болды. Особое внимание мы обращаем, конечно. Мектепте ерекше назар әлеуметтік қашықтыққа, маска режимін сақтауға, сыныптардың дезинфекциясына, санитайзер, антисептиктердің болуына бөлінеді. Және мектептің жобалық ауқымдылығы ескерілуде. Біздің мектепте жалпы 900 оқушы, олардың бір-бірімен кездеспеулері үшін 3 жақтан кіру ұйымдастырылған. Сабақ кестесі 2 ауысымға құрылған. Қазіргі таңда қалалық білім бөлімі мен жергілікті атқарушы органдармен ерекше назар әрі бақылау рейдердің білім беру мекемелеріндегі санитарлық нормалардың сақталуына бөлінуде.